Бүгін үшінші күн қазір Тбилисидегі отельден шығамыз. Автобустан остановкаға барамыз. Кутаисиға кетеміз бүгін біз. Хади, бүгін біз қайда кетеміз? Кутаисиға кетеміз бүгін біз. Отельден шықтық. Қазір енді автобусная станцияға бара жатырмыз. Ары қарай Кутаисиға кетеміз. Үлгергенімізше көреміз. Егер үлгерсек, бүгін Прометей үңгіріне барамыз. Тбилисиге қайттан келеміз. Кстати, қоштаспаймыз. Соңғы күні осы жақта тағы бір күн боламыз. И осы жақтан обратно Астанаға ұшамыз. Станцияда отырмыз. Қазір 20 минутта Кутаисиге қалып жүреміз. Осы жерден Тбилисиден Кутаисиге, Тбилисиден Батумиға, потом обратно автобустың бәрі осы жерге келеді. Осы жерден кетеді екен. Book Away дейтін приложение арқылы алдық билетті. Негізі осы жаққа келіп кассадан да алуға болады екен. Келдік Кутаисиға. Автобус бір жерден түсіріп кетті, білмеймін. Яндекс шақырып тұрып тұрмыз. Қазір отельге барамыз. Бірден аса жүрдік. Қазір примерно сағат 5 болып жатыр. Отельге барып орналасып, онан кейін кешкі тамақ ішіп, қаланы аралауға шығамыз бұйыртса. Темудан алған чемоданымды арады. Одан бөлек еще мен ояқтан дорожный гашок алғам. Ол да жарады. Келді Кутаисидағы отелімізге. Отель шикарный. Жаңа отельдердің бірі екен. Нау Хадиша жататын орын. Нау біз жататын. Осындай компактный отель. Бөлме. Мұнда душ, ванна. Отельдің ана жақта өзінің террасасы бар, кейін көрсетем. Мұнда лоджия бар. Ары қарай қаланың көрінісі. Қазір енді тамақтануға қарай шығамыз бұйыртса. Шықтық отелімізден тамақ ішуге. Кутаисида погода бұзылып бара жатыр. Қазір сағат 8-де жаңбыр деген түнімен. Енді дайындалып алдық. Соңға дек киімдерімізді алып көреміз. На жол ужас. Түркияда Галатаға көтерілген болсаңыздар, сол мұнараға баратын жол тура осындай тұрым. Тура сондай жол ғой. Но нет, кірпіштер ма жолда ше? Тас қой? Тас. Жаяу әрең жүріп келе жатырмыз. Коляскамен вообще жүре алмаймыз еғатындар. Түсіп атырмыз қайта. Көтерілген кезде машинамен қайтамыз ғой. Невозможно жүру. Осындай үйді бар. Осындай көріністі ресторанға келдік. Жаң көрініс қандай? Күшті келемет. Погнали ресторан. Тұрады ғой, Кешкі прогулка. Кутаисида аралап жүрміз. Кешкі ас ішіп алып. Мынандай канатная дорогаға мінуге бара жатырмыз. Соның станциясына. Кутаисида бір жақсы жері бәрі бір-біріне жақын екен, е? Или біздің отеліміз сондай жерде орналасқан ба? Отельдерді старались центрдан достопримечательностьға жақын жерлерден алуға. Но при этом, чтобы цена тоже была адекватная. Соған стараться етіп, әбден таңдап алдық. Хадиша ретке отырмаймын деп, елғолын келгені күтіп тұрмыз. Bunu eskiden karşıya personel taşımış. Sallama lan. Alo. Ана жаққа барамыз қазір осымен. Al bak al bu konu. Sallama. Okay. She's scared. Oy. Бұл жақта бізді парк күтіп алды. Бірақ жаңбыр жауып кетті. Целый карусель для тебя.
하드시. 하드시. 하디시. Қарасаңыздаршы, паркта адам баласы жоқ. Вообще бала жоқ. Жаңа Хадиша бір өзі атқа мінді. Оның алдында бір үйдің 4 баласы мінді, болды. Бала жоқ мына жақта. Паркта қанша аттракциондар босқа тұр. Қорқынышты көрінеді екен жаман. Қазір отельге қайтайын деп жатырмыз. Батумидегі, Кутаисидегі таңғы ас. Осылай дайындап кетіпті, тұрсақ бізге стол. Отельдің кухнясы. Мама, вот там твой. Рахмет, я қызым қазір. Отельдің террасасы. Мама, Кутаисиға вид. Тамақтар суық қалай? Шикарный. Кутаисидеміз. Отеліміз. Я хочу белый дом. Голубые ставни. Жүр бұлдап көресіз, И бұлдап. террасу. И окна с видом на реку, ма? В общем, сондай таза отель сондай. Потом видеосын көрсетер ғой. Қазір пещера Прометеяға бара жатырмыз. Осы Кутаисиға жақын ең күшті жер. Мартельский каньонға бармаймыз. Жол ұзақ алып тұр. Ары қарай бірден Батумиға кетеміз, Құдай қаласа. Отеліміз күшті болды. Қазір мына жерден билет аламыз, ішке кіруге. Үңгірге бара жатырмыз. Мама қандай қорқынышты ана жақта жүрген. Как өте әдемі. Үңгірге бара жатырмыз. Төмен қарай түседі екенбіз. Лесницамен. Адам басына? Аха, 40 ларидан болды. Хадишаға бесплатно болды. 40 лари емес, примерно. 6400 теңге ма адам басына? Я, жоқ, 7200 теңге. Мына үңгір. Қазір осы жаққа кіреміз. Дайынсың ба, Хади? Дайынсың ба, Хади? Я. Ішке қарай кіріп бара жатырмыз. Мына төбесі сен тастыр. Адам жасамаған Прометейдан өзі пайда болған үңгір. Прометей үңгірі. Үңгірдің ішінде осындай сурет. Салып тұр. Қазір көтереміз. Так. Мына жерде лестница бар ма, жоқ па? Вообще окей. Не сияқты анау? Нормально кеттік. Цветтерде өтіп қойсаң, Мама. Келдік. Құдай-ай, қарасаңыздаршы. Кән? Абайлаңдар. Жаңа жер. Біз әлі үңгірдің ішіндеміз. Мына жақтағы ауаның тазалығын айта алмаймын. Емдік қасиеті бар екен. Аллергиясы бар адамдарға өте керемет кәдімгідей өкпені ашты. Бірде-бір зиянсыз, газсыз, зиянды газсыз, тап-таза ауа ішінде. Махаббат залы деп аталады екен мына жер. Осы жерде бағанағы
Джейсон мен Аиттың қызы кездескен шығар. Сонда ма екен? Ой, что написано? Оны жазылмаған бірақ 66 метр көтерілсеңдер, 66 шақырым жазсаңдар ең биік жерге келесіңдер дейді. Шақтық үңгірден примерно мынаның ішінде жүрдік қой біз. Осы кісі осы ауылдың тұрғыны екен. 30 жыл бойы осы үңгірді ештеңе салғызбай, бұзғызбай қорғап қалған. Зато осы кісінің арқасында енді үңгірге қаншама елден туристер келіп көріп жатыр. Қайтып бара жатырмыз. Келгенде Яндекс таксимен келдік 20 лариға. Қайтарда Яндекс такси келмейді. Келген Яндекс уже местный таксиге айналып кетті. Біз қазір отельге барамыз, тамақтанып аласыз. Неге барамыз? Бұл жақтағы отельге бай-бай дейміз. Енді басқа қалаға барамыз. Батум. Тарамен деймін. Кудайсидан Батумиге қарай жол жүріп бара жатырмыз. Сәт сапар болсын. Грузияға любой адамды әкеліп қыдырта беретін жоқ кетіп қойған, иә? Хадиши, смотри, было Келдік Батумиге, келер жолда пробкаға тап болып әрең жеттік. Қазір енді отельге қарай такси күтіп тұрмыз. Батуми өте әдемі екен. Келе салып әдемілігіне таңғалып қуанып тұрмыз. Наконец-то біз Батумидеміз, отельге орналастық. Бір душқа түсіп алдық, реттеліп алдық, кештетіп теңізге жағаға келе жатырмыз. Шомылмасақ та бүгін хотя бы көріп кетсек деп. Өйткені біз бұл жаққа кеш келді. Қаланың ішінде пробкада ұзақ тұрып қалдық. Отель келетіндегі Армания. 1-2 сағат ерте келетін ек. Қаланың ішінде үлкен пробкада тұрып қалдық. Мына келе жатырмыз. Адамдардың бәрі қайтып жатыр. Просто көріп кетсек деп. Екеуі кетті.